ағылшын тілінен аударғанда қорлау, қудалау, мазалау дегенді білдіреді. Адам үйде, мектепте, автобуста немесе интернетте жалпы айтатын ұзақ кез келген жерде буллингке ұшырауы мүмкін. Бұл кез келген адамның басынан өтетін жағдай, бірақ есінде болсын, ешкімнің сені ренжітуге немесе өзі жайлы жаман пікір ойлауға мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Суретте жоғарғы сынып оқушысы төменгі сынып оқушысына күш көрсеткені бейнеленген. Бұндай жағдайды болдырмас үшін төменгі сынып оқушыларына қамқор болып, қолдау көрсетуіміз қажет. Менің сыныбым әлімжеттікке қарсы. Бұл бейнеде көшедегі жасөспірімдер арасындағы әлімжеттік бейнеленген. Бұл жағдайда ата-анамызға немесе 111-ге хабарласуымыз қажет. Бұндай әлімжеттіктің алдын алу үшін сыныптастарымызбен тату-тәтті болуымыз қажет. Сыныбым буллингке қарсы, себебі үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетеді. Менің сыныбым буллингке қарсы, себебі біз бір-бірімізді қорламаймыз. Менің сыныбым буллингке қарсы, себебі біз жас балалардан ақша сұрамаймыз. Менің сыныбым буллингке қарсы, себебі біз достарымызды мазақтап келеміз. Менің сыныбым буллингке қарсы, себебі біздің мектепте әлімжеттікке жол жоқ.